Суретке мұқият қарап, 4 адамның қайсысы ұры деп ойлайсыз, соны анықтаңыз. Содан соң сурет номеріне сәйкес өзіңіз туралы деректі тыңдаңыз. Бірінші суретті таңдағандар, сізді түйсігіңіз алдамайды. Кез келген қиындықты шешерде 6-шы сезімге сене беріңіз. Осы қасиеттеріңіздің арқасында адаммен тез тіл табысасыз, адамның ақ қарасын бірден ажыратасыз. Қандай іс болса да келеңсіздікке жол бермейсіз. Дегенмен, адамды 100% толық танисыз деп айта алмаймыз. Екінші суретті таңдағандар, адамды тануға қатысты тәжірибеңіз мол, тактикалық ойлау қабілетіңіз жақсы дамыған, техникалық бағытта жұмыс істесеңіз, ешкім сіздің орныңызды баса алмайды. Мынандай кемшіліктеріңіз бар. Сондай аңғалсыз, бұл қасиетіңізден опық жеп қаласыз. Сізді алдау оңай. Елдің бәрін өзіңіз сияқты деп ойлайсыз. Дос таңдағанда аса мұқият болыңыз. Кез келген адамға сене бермеңіз. Үшінші суретті таңдағандар, өте интеллект тұлға екенсіз. Философияны жаныңыз сүйеді, білімді жансыз. Барлығына жауапкершілікпен қарап, әр детальға мән бересіз. Адамды жақсы танисыз. Араласуға бола ма, жоқ па бірден білесіз. Кіммен қалай сөйлесу керектігін жақсы білесіз. Сізді кейбірі беймаза деп ойлауы мүмкін, алайда сізбен араласуға бәрі құмар. Сәл ұстамды болып, көрінгенге ақыл айта бермеуіңізді ескеріңіз. Төртінші суретті таңдағандар, детектив қызметіңіз жақсы дамыған, нағыз стратег әрі тактиксіз. Сізден ештеңе жасыру мүмкін емес. Сұрақтың түбіне терең бойлайсыз. Басқаның әрекетін оңай бағалай аласыз. Қарым-қатынас құруда еш қиналмайсыз. Адамды жақсы танисыз. Осы қасиеттеріңізге қарамастан көпшілік жиналған жерге аяғыңыз тартпай тұрады.